Номері 27 мүмкіндіктер тармағы мінез-құлық ережелері. Сен мүмкіндіктер тармағын құрып үйренесің. Номері 3 мүмкіндіктер тармағын құрыңдар. Алияда оқушы киімінің жиынтығы бар. 3 кофта, 1 белдемше, 1 шалбар, ал ол қанша киімдер жиынтығын құра алады? Алия 6 киім жиынтығын құра алады. Номер 4. Есептерді шығар. Тапсырманы орындауға кіріспес бұрын бірге қалай жұмыс жасау керектігін еске түсіріңдер. АБ кесіндісінің ұзындығы 6 см-ге, ал СД кесіндісінің ұзындығы 24 см-ге тең. Екінші кесінді бірінші кесіндіден неше есе ұзын? Осылай берілген шартын жазып алдық. Шешу 24 бөлінген 6 тең 4. Жауабы екінші кесінді бірінші кесіндіден 4 есе ұзын. Номері 5. Біздің сыныпта көптеген қыздар секіртпемен секіргенде және жасырынбақ ойнағанды ұнатады. Сызбаға қарап сұраққа жауап бер. Қанша қыз секіртпемен секірді? 1, 2, 3 қыз секіртпемен секірді. Қанша қыз секіртпенде жасырынбақты да ойынын да ойнайды? Сәуле мен Оразгүл 2 қыз. Әселдің секіртпемен секіруді ұнататыны рас па? Рас, Әсел міне секіртпеде тұр. Номер 6. Кесте бойынша теңдеу құрып, оны шеш. Мына қосылғыштың орнына x қоямыз. 120 қосу x тең 460. Әжеге x қоямыз. x қосу 89 тең 689. 540 қосу x тең 800. Мұнда 770 минус x тең 540. x минус 430 тең 560. 870 минус x тең 70. Осылайша теңдеуді шығарамыз. Міне қосылғыштарды қосып, қосындының мәнін табамыз қазір. 120 қосу x тең 460, x тең 460 мен 120, x тең 340-қа, 120 қосу 340 тең 460, 460 тең 460-қа, x қосу 89 тең 689-ға, x тең 689 минус 89, x тең 600, 600 қосу 89 тең 689-ға, 689 тең 689-ға.